Қайырлы күн балалар, 9-10 сабақпен жалғастырамыз. 5 сыныптың жаңа әлемдегі жаңа саяхаттар деп аталады. Сұрақтар бойынша пікірлеріңді айтыңдар дейді, яғни төмендегі 3 сұраққа жауап беру керек. Мен осылайша жауап бердім. Өз ойларыңыз болса, тереңдетіп, әрине міндетті түрде қосыңыздар. Сонымен бірінші, екінші сұрақтың жауабы осындай, және үшінші сұрақтың жауабы осы төмендегідей. Өз ойларыңызды қоссаңыздар болады. Екінші тапсырма: төмендегі суретке қара, суреттің бұл стилі саған таныс па дейді. Ол қалай аталады? Осы жанрды алғаш енгізген кім? Ол туралы оқулықтың қай тақырыбында айтылған еді? Есіңе түсір дейді. Естеріңізде болса, 8-ші бөлімнің 7-8 сабағында дәл осы картинаға ұқсас бір суреттерді алғашқы енгізген Бен Хейн деген автордың суреттері бар. Соған ұқсас картина. Келесі 4-ші тапсырмамен жалғастырамыз. 3-ші тапсырма бұл тыңдалым, сондықтан орындаған жоқпын балалар. 4-ші тапсырмамен жалғастырамыз. Жағдаят: жазғы демалысында сәті түсіп Маниладағы, бұл Филиппин елі, мінекей осындай суретті таңдар едім деген мысал келтірдім. Егер өз ойларыңыз болса, интернеттен осы мұражайдағы басқа суреттерден басқа мысалдарды келтіріп жазсаңыздар болады. Келесі 6-шы тапсырма: мәтін мазмұны бойынша үлгіге қарап күрделі жоспар құр дейді. Жоспар құрылымды 5-ші тапсырманы орындаған жоқпын, өйткені ол топтық жұмыс, сыныпта жасалатын жұмыс балалар. Сондықтан 6-шы тапсырмаға бірден өттім. 6-шы тапсырманың, яғни жоспардың орындалуы осылай. Мұқият оқып шығыңыздар. Бірінші бөлімге жоспар құрылған, үлгіде бар. 2-ші және 3-ші бөлімге мен осылайша жоспар құрдым. Жалғастырамыз. 7-ші тапсырма: мәтіндегі қарамен берілген сөздердің синонимдерін айт дейді. Мәтінде 3 немесе 4 сөз ғана қарамен жазылған. Қазір көреміз. Мінекей 4 сөз екен. Негізгі сөзінің синонимдері: шешуші, басты, сонымен қатар көрікті, көк, бұлжытпай деген сөздердің синонимдерін табу керек. Синонимдер сөздігінен тауып сіздерге жаздым. 8-ші тапсырма аквариум деп аталады. Рөлдік ойын, мәтін мазмұнына сүйеніп, журналист пен Қазақстандағы туризм саласының маманы арасындағы сұхбатты көрсетіңдер дейді. Яғни сұхбат, сұрақтар қойып жауап жазу керек оған. Мінекей сіздердің сұрақтарыңыз мынандай: бірінші сіздің сұрағыңыз, екінші жаңағы жауапты маманның жауабы, содан кейін қайтадан сіздің сұрағыңыз, содан кейін жауапты маманның жауабы. Осылай кете береді диалог. 9-шы тапсырма, соңғы тапсырма: жарнама жазу керек. жұптық жұмыс, интернет материалдарын пайдаланып, демалушыларды шақыру мақсатында өздерің тұратын жердегі бір көрікті мекенге жарнама жасаңдар дейді. Сіздер қай облыста, мысалы Шымкент қаласында, Түркістанда немесе Алматыда тұрсаңыздар да, мына суреттерді пайдаланып, енді кез келген бізде өңірде өзен, су, көл бар ғой, сондықтан көп нүктенің орнына сол өздеріңіздің өзендеріңіздің атын, мына жерге өздеріңіздің шипажайларыңыздың атын, мысалы батыста болсаңыздар Жайық өзені деп, немесе жаңағы басқа өзендердің атын қоюларыңызға болады, басқа шипажайдың атын мына жерге көп нүктенің орнына қоюларыңызға болады. Сонда кез келген мәтінге бұл жаңағы жарнама жарай береді. Соңғысында міне сауда орталығы, кез келген қалада бір сауда орталығы бар ғой, мысалы Жетісу деп аталады, немесе басқа да, сол сауда орталығының атын қоясыздар.